2026 жылдан бастап Қазақстанда сатылатын тауарлар НКТ коды немесе мемлекеттік каталогтағы ұлттық код НТИН арқылы сәйкестендіріледі. Ол код тауар карточкасында сақталып, кейінірек фискалды чекте көрсетілуі мәжбүр. Ең алдынан жаңа тауарға кодты енгізу әдісімен бастайық. Тауарлар тізіміне өтіп, тауар құру батырмасына басасыз. Деректерді толтырған кезде код НКТ деп атанған бос жер көретін боласыз. Кодты тауар жеткізуші немесе НКТ сайтынан қарап алып, енгізесіз де сақтайсыз. Әр позицияның НКТ коды бар жоқ болғанын қолмен тексермеу үшін тауарлар тізімін ашыңыз. Осы таблицада НКТ коды бар жаңа бағана пайда болды. Қай тауарда код бар, қайсысында жоқ екені бірден көрсетеді. Керектісін іріктеу үшін фильтрді ашып, нұсқаны таңдаңыз. Кодты бар тауарлар, коды жоқ тауарлар немесе барлығы. Кодты бірден бірнеше тауарға қою керек болса, оларды тізімде құс белгімен белгілеңіз. Әрекет түймесін басып, НКТ кодын беру дегенді таңдаңыз. Ашылған терезеге кодты енгізіп растаңыз. Кейбір тауарларда код бұрыннан болса, жүйе оны қайта жазуды ұсынады. Жаңарту не қалдыру туралы шешімді өзіңіз қабылдайсыз. Кодты тауарлар тізімінде ғана емес, операциялармен жұмыс жасаған кезде де қосуға болады. Мысалы, қабылдау кезінде қабылдау құрып, тауар құру түймесін басасыз. Тауар деректері бар терезе ашылады. Оларды толтырыңыз. Мұнда да сол НКТ код аталған бос жер тұрады. Тауарлар бөліміне өтпей-ақ, кодты қабылдаудың барысында енгізіңіз. Дайын. Штрих-коды бар заводтық тауарлар кодты автоматты түрде алады, ал салмақтық және ішкі тауарларға оны өзіңіз қоясыз. Бір-бірлеп қабылдау арқылы немесе бірден бірнешеуіне. Енді каталогыңыз фискалдауға дайын. Толық нұсқаулық біздің білім базамызда бар.